бұйырса санаулы күндерден кейін кәсіпқой бокста 3-ші кездесуін өткіземін. Африкалық боксшы, соңғы 6 жылда ұтылмаған деп жатыр. Өте тәжірибелі боксшы. Интернет желісінен жекпе-жектерін зерттеп көріп жатырмын. 8 раунд, 10 раундтықтарға жұдырықтасып, әбден тәжірибелі боксшы. Бір соққыға сынап қоятын боксшы емес. Сондықтан жекпе-жек оңай болмайды. Жақсы еңбек еттім. Бұйырса енді тек еңбек сөйлейтін шаршалаңда, Алла қаласа, соны жақсы еңбегімізді ақтап, жақсы нәтижемен еліме, жанкүйерлеріме, бауырларыма, отбасыма жарқын жеңіс сыйлағым келеді. Хасанбай Досматовпен кәсіпқой рингте кездесу мүмкін деген ақпаратты алып қашпа әңгімелер болды. Жалпы шындыққа жанаса ма бұл ондай ұсыныс? Иә, басында сондай ұсыныстар болған. Мен тарапқа ұсыныс берілген, одан бөлек Хасанбай Досматовтың бапкерлеріне сондай тарап берілді деген сондай сыбыстарды өзім естідім. Енді нақты ондай официальный контракт берілген жоқ. Бірақ сон ұйымдастырушылар екеуміз жұдырықтаспақшы болған бас кезеңінде. Алдағы уақытта осындай ұсыныс болып жатса ше? Ұсыныс болып жатса, енді бұл кәсіпқой бокста екеуміз жекпе-жегіміз қызық болады деп ойлаймын. Оған да енді контракт жақсы ұсынып, өз көңілінен шығып жатса, маған да контракт жақсы ұсыныс беріліп жатса, ұсыныс қабылдаймыз, жұдырықтасамыз. Алла қаласа бүкіл СНГ, бүкіл әлем көреді деп ойлаймын екеуміз жекпе-жегіміз.